Экономикадағы қазақстандық үлесті арттыру отандық бизнесті қолдаудың басты құралы. Жыл өте еліміздің кәсіпорындары тауарлар мен қызметтерді шеттен алуды азайтып келеді. Қазақ жерінде өндірілетін өнімге деген сұраныс ұлттық компаниялар тарапынан артуда. Қазақстандық үлес тақырыбы бүгін республикалық кеңесте кеңінен талқыланды. Өңшең іскерлер бас қосқан жиылыста ұлттық компаниялар тек Қазақстанда жасалған тауарды алу жөніндегі меморандумды бекітті. Бірақ отандық өнімнің өтімділігі осымен артып кетпейді. Азамат Кеңесұлы мәселенің мәнісіне үңілді. Дәстүрлі жиынға орайластырылған көрмеге қойылған мына өнімдерге деген сұраныс жыл санап өсуде. Бәрі де өзімізде жасалған, ешкімнен кем емес. Қазақ жерінде өндірілген өнімге деген сұраныс ұлттық компаниялар тарапынан артуда. Өткен жылы бір самұрық қазына қоры жалпы құны 880 миллиард теңге болатын тауарға тапсырыс берген. Мәселен, қор қаржыландырған Алматы, Астана сынды ірі қалалардағы құрылыс нысандарында 70% отандық құрылыс материалдары қолданылды. Осындай табысқа Қазақстан темір жолда қол жеткізді. Былтыр темір жол тұтынған тауардың 70% Қазақстанда жасалған. Үстіміздегі жылы компания сатып алатын отандық өнімнің үлес салмағы 80%-ға жетеді деген жоспар бар. Ал 2013 жылы көрсеткіш 95% төңіректейді. Бұл игі тәжірибе өзге кәсіпорындарда да кеңінен қолданылуда. Елбасының ірі компаниялар маңында шағын кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі тапсырмасына сәйкес Жезқазғанда кәсіпорын ашылды. Оларға цехты бердік. Компанияға қажет жұмыс киімдерін тігеді. Тапсырыс бар. 230 жұмыс орны пайда болды. Дәл сондай Ресеймен бірлескен мекеме аштық. Онда қосалқы бөлшектер шығарады. Бұл отандық өндіріс өнімділігін арттыру бағытындағы президент саясаты мен үкіметтің жүйелі жұмысының жетістігі. Жыл басынан бастап жер қойнауын игерушілерді сатып алуларды тек Қазақстан аумағында жүзеге асыруды міндеттейтін заң күшіне енді. Мұндай талаптар ұлттық компаниялар мен мемлекеттік органдарға да қойылып отыр. Бірақ бұл біз көздеген меже емес деді жиналғандар. Тауарлар мен қызметтерді сатып алудағы Қазақстан үлесін арттыру әрі қарай жалғасуы тиіс. Ол үшін кесе көлденең тұрған кедергілерді жою міндет. Біз басты проблеманы мойындауымыз қажет, ол кәсіпорындардың технологиялық жағынан қалыс қалуы. Осыны ескеріп, мемлекет 2010 жылға инновациялық гранттар бөліп, кәсіпорындардың қазіргі жағдайын жақсарту шараларын қолға алады. Үкімет түйткілді тарқатудың түрлі жолын қарастырып жатқан шақта кейбір аймақ басшылары табысқа жетудің төте жолын тапқан тәрізді. Көмірлі өлке әкімі отандық тауарды сату жөніндегі жасалған ұзақ мерзімді келісім шарттарды қолдау қажет деп біледі. Мен қазір отандық кәсіпорындардың жағын жақтап жүрмін. Біз олардың өндірістік жүктемесін арттырмай, технологиялық жаңаруын талап ете алмаймыз. Әйтпесе мен тмд елдерінің барлығын аралап шықтым. Біздегі өндіріс орындары Ресей, Беларусиядан кем түспейді. Демек, біздің алға оза шығуымызға мүмкіндік бар. Еліміз өнім өндірушілерін барынша қолдауда елбасы биылғы жолдауында да айтқан тұғын. Индустриялық бағдарлама шеңберінде іске асатын әрбір жобада қазақстандық үлес ескерілуі міндет. Мемлекеттік қолдаудың өзге де артықшылықтары бизнестің жол картасы 2010 бағдарламасында айқын көрсетілген. Елбасы тапсырмасына сәйкес біз бизнестің дамуына бар жағдайды жасадық. Ол несиелерді арзандату, кедергілерді жою, ішкі сұранысты арттыру. Егер мұндай жағдайда кәсіпорындар шаруаларын дөңгелетпесе, біздің ісіміздің желге ұшқаны. Енді жауап кәсіпкерлер тарапынан. Жұмысты жүргізу сіздердің қолдарыңыздан келеді. Мен оған сенімдімін. Отандық тауар өндірушілер мен қызмет ұсынушылар бүгін тағы бір мәрте мемлекет қолдауына ие болды. Кеңес аясында Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы және Қазақ телеком сияқты ірі компаниялар қазақ тауарларының үлесін арттыру жөніндегі меморандумға қол қойды. Азамат Кеңесұлы, Советхан Жағиев, ұлттық арна.